Қай мектеп? Асхана. Қарның ашты ма? Қазір үйге жетеміз. Анамыз ас әзірлеп қойған шығар. Әрине, тамақты үйден ішемін. Біздің анамызға жететін аспаз бар ма? Айтыңызшы. Бүгін біз қосымшалар туралы сабақ өттік. Қалай аталушы еді? Жұрнақ пен жалғау ма? Я, олар өте қызық. Сөздің мағынасын өзгертетін қосымшаны жұрнақ дейді. Ол бұлайша белгіленеді. Мысалы, қой бұл үй жануары болады. Оған шы жалғасаң, сол қойды бағып жүрген адам болып шыға келеді. Дәрі қана. Ал дәрі сөзіне ерді қоссақ, дәрігер сөзі пайда болады. Дәрігер науқас адамдарды емдейтін маман. Осындай жұрнақтар арқылы пайда болған жаңа сөзді туынды сөз дейміз. Сонда осылардың бәрі жаңадан туған сөздер ме? Иә, бірақ туған емес, туынды сөз. Кейбір қосымшалар жаңа мағына тудырмайды. Олар жалғау деп аталады. Оларды бұлайша белгілейді. Мысалы, асқа қа, дәрінің нің, ағаштар тар, жапырақты т қосымшалары жаңа мағына тудырмайды. Сонда жалғау ат айтып тұрғандай сөздерге жалғанып, оларды бір-бірмен байланыстырады екен ғой. Мысалы, көлікке отыр. Иә, солай. Сондай-ақ жалғаулар жұрнақтардан кейін жалғанады. Мысалы, дәрігердің деген сөзде дәрі түбір, гер жұрнақ, дің жалғау. Балықшылар деген сөзде балық түбір, шы жұрнақ, лар жалғау. О, міне біздің автобус та келді. Қайталайық. Жұрнақ пен жалғау. Жұрнақ түбірдің мағынасын өзгертетін қосымшаның түрі. Жұрнақтар арқылы пайда болған жаңа мағыналы сөзді туынды сөз деп атайды. Мысалы, аспаз, дәрігер, қойшы. Түбірдің мағынасын өзгертпейтін, сөз бен сөзді байланыстыратын қосымшаның түрі жалғау деп аталады. Мысалы, асқа шақыру, дәрінің пайдасы, қойды бағу. Түбір сөзге жұрнақ та жалғау да жалғанады. Жұрнақ бұрын, жалғау жұрнақтан соң келеді. Мысалы, дәрігердің аспазға қойшы мен